Қайырлы таң, бізде таң атты. Біздер Алматыға жол жүрейін деп жатырмық. Бүгін Әдөштің 11 айлық күні. Андай етіп мұжып тастады Әдөш. Оны папасы фотоға түсірді. Әдикошты. Іште ойыншықтары жатыр Әдиконның. Мен мына жерде чемоданымды жинап жатырмын. Көрсетіп жіберейін не алғанымды. Мұнда Әдиконның киімдері, енді барлығы жазғы киімдері. Бала болғаннан кейін енді көп киім керек деп ойлаймын, өйткені неше түрлі жағдай болады баламен. Тез киімі кірлеп қалады. Тамақ ішеді, үстіне тамызады дегендей. Андай шортиктар алдым үйге күйеуге. Бірнеше данасын алдым. Картерс фирмасынікі. Соған қоса осындай майкалары бар оның. Сосын не алдым? Шортик. Осындай футболкалар. Бірнеше дана. Осындай екі бодигін алдым. Қыздың бас киім, салқындап жатса киетін, сосын салқындап жатса киетін, осындай костюмын алдым, шалбар, костюм шалбар, осындай көйлек, жазғы, тағы осындай костюмчигі бар. Көшеге шығып жатсақ деген оймен. Осы жол Алматыға 2 жұмаға бара жатырмыз. Соған байланысты кішкене киімдеріміз болғаны жақсы енді. Мынау үйге киетін көйлегі енді. Басына киетін осындай шляпкасын алдық. Осындай бұтына киетін колготки жылы. Ой, қайырлы күн, қайырлы таң екен. Біздің мама әп-әдемі болып сықиып киініп алды. Иә, сен заттарыңды алып кел. Мынандай бас киім, нәски. Мына ішінде енді бірнеше дана нәскиін алдым, жылысында, жұқасында. Енді бұл жерде Әдөштің жүргектері, қыздарға алған сыйлықтар. Иә, қарашеш, Ақерке мен Ақботаға мынандай алдым. Күшті ма? Мынандай алдық. Сосын мынандай қараш. Күшті мынандай сумкалар алдым. Күшті да балаға. Ақеркенің жақсы көретін түсі ғой. Мұны Ақботаға алдым. Енді Ақботадан қасынан қалмайды. Ақерке деген біздің кіндік қызымыз. Ақбота деген соның біздің жиеніміз. Сол Ақеркенің сіңлісі туған 3-тегі бөпе. Бұйырса 3-ке толады. Ақеркеміз 2016 жылғы да 7-ге бұйырса толады биыл. Бет жуғышымды алдым. Скраб алдым. Өзімнің дәрумендерімді алдым міндетті түрде. Біздер бүгін 11 аймыз ғой, білесіздер ма? Иә. Бұйырса. Әдөштің мынандай аяқ киімдерін алдым. Сандалигін. Сосын осындай сүмкем, ішінде боянатындарым. Әдөшке мынандай мұрын тазалайтыны, қасығы, градусник, жүргектің астына жағатын крем. Енді мына су ішкенде осындай паэльнигін алып жүру керек балаға. Мындай печень қазір ұшақтың ішінде жегісі келсе. Жылы осындай жемпірін алдық. Салқын болып кетсе.
Сосын бір-екі киім, егерде ұшақта бір жағдай болып қалып жатса, ауыстыра салуға. Камистат. Осындай нәрселер енді. Бұл маманың заттары. Мамада киім аз, бір-екі киім. Сосын енді өзімде бір-екі киім алдым. Мына жерде егерде бірдеңе ұнап жатса, Алматыдан сатып алармын. Иә, сенің сумкаңа қызығып тұр ғой. Қыз ғой біздің қыз. Міндетті түрде туу туралы куәлік пен жеке куәліктерді ұмытпау керек. Сосын телефонның зарядкасына барсаңыздар да жеңіл жерге салып қойған дұрыс. Кошелек. Серый. Раз, два, три. Фотографирую. Барлығы ұялған сияқты да, фотоға түсуге. Иә. Бәрі тұрып кетті. Спасибо, ребят. А? Ляво, 3-0. Есімде ғой. Мазасызданып тұр қызымыз. Ha? Ha, уже болды ма не? Можно посмотрите на нас, пожалуйста. Қандай кеңдікті Азико? Азика екінші рет ұшаққа шыққалы отыр. Алматыға тағы сапар шегіп бара жатырмыз. Жолымыз болсын, Құдайға жолдасымыз бол, Алла жарылқап келеді. Әмин. Кеңші болыңдар, қыздар. Әдөшке осылай пешене салып жүрем, ылғи. Барлық мамалар солай ғой енді. Бірдеңе алып жүреді. Мен де осы қызға осылай алып жүрем. Allah'ın sıkıntısından beyazı soğuk rezana. Бұйырса, я. Hadi sıkıntı yoksa. Hadi kalbine. Иә, бұйырса. Hoppa. Ана мен бала бөлмесіне кірдік. Әуежайдың.
орындығы бар екен. Андай пеленальный стюль бар екен. Диван, кондиционер. Ұйықтап алатында кереует бар екен, қызық екен. Теледидар. Мұнда тамақ жасайтын. Тамақ ысытатында. Бөтелке баланың да бірдеңесін ысытуға бар екен. Тағы не бар? Душ, туалет. Душты емізіп алайын деп кірдік. Адикоштың тісі шығып келе жатыр. 8-ші. Соған оның мазасы жоқ. Ұйқысы да келіп тұр. Мама ұйықтайын деп жатыр. Әдіш ұйықтап қалды. Аллаға шүкір. Ұйықтап барсы екен. Өткенде ұшаққа отырғанымызда әдіш ұйықтамап еттім. Осында әйтеуір ұйықтап қалдым. Әдіштің 8-ші тісі жарып келе жатыр. Соған мазасыз қорқып едім, негізі жаман. Адамдардың мазасын алып жылайым екен деп. Қазір ұйықтап жатыр. Аллаға шүкір. Ұшаққа отырғанда ең жақсы көретін нәрсем ол тамақ ішу. Сағат 10 минут өтті. Телефоны әлі ұйықтап жатыр. Көпі деп түкіріп қояйық. Біздер тура қанатында отырмыз. Кішігірім ұшақ екен. Бар жоғы 2 орындықтан, 2 жақтан. Айырмашылығын көріп тұрған жоғым. Сол Файрстан бітіндей. Осындай жер. Адикошым ұйықтап жатыр. Негізінен бәлкім біреулер білмейтін шығар, егер Астанамен ұшатын кезде, егер де балаңыз тыныш болып ұйықтайтын білетін болсаңыздар, жасы 1-ге дейінгі балдарға орын береді. Сондай бір люлька сияқты нәрсе қояды, соған балаға жатуға болады. Ол үшін сондай жерге ауыстырады орныңызды. Оған алдын ала 6 теңге бір орынға төлеу керексіздер. Егер де мысалы жолдасыңызбен бір жерге баратын болсаңыздар, онда 6 мыңнан 12 мың қазіргі таңда. Болашақта бұл видеоны қарайтын адамдар енді бұл кезде әрине сомасы өзгереді. Қазіргі таңда, қазіргі күнде айтып тұрмын, 6 мыңнан 12 мың теңге төлесеңіз, 2 орынға сол жерге орналастырады және де сондай люлька береді. Сол люлькаға балаңызды жатқызып қоюға болады. Біле жүріңіздер. Біздің қыз өткенде ұйықтамағасын, мен осы жолда ұйықтамайды деп ойладым. Бірақ қызымыз ұйықтап жатыр. Қуанышқа
орай. Қалай болса да әйтеуір ұйықтаса болар. Адикошым оянды. 2 сағат ұйықтады. Төмен түсіп келе жатырмыз. Адикошты осындай белдікпен байлап ұстап отырмыз. Өз белдігіме осылай Айдоштың белдігін жалғап. Yeah.